Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Міне, менің балапандарыма 22 күн болды. 22 күн. Аллаға шүкір, ауру сырқау ештеңке жоқ. Міне, барлығы өсіп дамып жатыр. Міне, маған жазып жатыр, неге мен балапандарым өспей жатыр? Примерно сенімен бірдей жаңағыдай шыққан дейді. Бұл жерде жемге байланысты. Жем. Ол бірақ старт бермейді екен. Өзі қолдан құрама жем жасайды екен. Тағы да айтып өтем, құрама жемнен оның құрамына балапандар керекті витаминдер аз болады. Сол үшін мейлінше стартты беріңіздер. Мына балапандар өстіп өсіп жатыр. Өзінің көңіліне шығып жатыр. Осы сіздерге көрсетіп қояйын дедім. Сіздердің балапандарыңыз қалай, жақсы ма, өсіп жатыр ма? Одан кейін қандай дәрі бересің дейді. Мен ешқандай дәрі бермеймін ағайын. Дәрісіз өсіріп жатырмын. Ешқандай дәрі бермеймін. Дәрі бермеңіздер. Дәрі үйретсеңіздер, ол балапан өзінің денсаулығын құртады. Сол үшін тек қана жем. Міне, қашан жерге түсіресің дейді. Жер әлі қызған жоқ, сол үшін түсіп жатқан жоқпын. Құдай қаласа осы майдың басында түсіремін ғой жерге қарай. Ал оған дейін әлі ерте, жер мұздай, сыз өтеді балапанның аяғынан. Сосын ауырады балапан. Еш асығыс жоқ. Майдың басында шамал жер қызсын, содан кейін барып балапанды жерге түсіремін. Міне, старттан кейін рост беріңіздер ағайын, рост. Старт бір ай бергеннен кейін, одан кейін рост деген жемді беріңіздер, тағы да бір ай. Міне, сосын финиш бересіздер. Одан кейін барып құрама жемге өткізесіздер. Балапан бірінші 3 ай өзінің керекті витаминдерін алып, толыққанды өсіп алу керек. Міне, сол үшін мүмкіншілігінше өз жемін беріңіздер. Сіздерге кішкене видео шықпай кеткенде түсіріп жатырмын. Осы мендегі барым. Айтпақшы, одан кейін мына Украинадан алып келген тауықтар бар екен. Түлкібастан. Атын ұмытып қалдым бір кісінің. Сол кісінің балапандарына заказ бердім. Карантин біткеннен кейін құдай қаласа сол кісінің балапандарынан да алып алу керек. Ол жерде Загорск лососовый. Одан кейін Суссекс. Сосын австралоп бар айтпақшы деп отыр, жақсы австралоп бар екен. 4-5 порода бар екен, мықты. Көрсетті, видеосын жіберген. Соның балапандарынан бір 10-10-нан болсын алып алу керек болып тұр. Міне, неге өзің инкубатормен шығармайсың деген сұраққа, уже келесі айдан бастап күн ысып кетеді. Сосын инкубатормен, жаңағы температураменен даладағы ауаның температурасы тура келмейді да, жұмыртқаның көбісі ашып кетеді. Сол үшін уже жаңағыдай инкубаторға аштыру үшін либо сол комнатаға кондиционер қою керек, салқындатып, бөлменің ауасы менен инкубатордың ауасы екеуін ектіру керек. Әйтпесем, инкубаторда 37-8 ұстап тұрасың. Ерте күн ысқан кезде уже 30 градустан асқаннан кейін ана өзіне керекті салқын ауаны сырттан аламайды. Содан кейін балапандар ашып кетеді, жұмыртқалар ашып кетеді. Міне, сол үшін мен ол кісіге балапан заказ берген сол. Осы ағай, көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Шаруашылықтарыңыз дами берсін.
видеоны лайкпен қолдап, комментарий жазып, жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться дегенді басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар ағайын. Барлықтарыңыз сау сау тани берсін ағайын. Сәттілік барлықтарыңызға.